Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге пеште пісірілетін люля кебаб дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі тез дайын болады, әрі дәмді болып шығады. Пеште пісірілгенімен барлығы толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдымен мен картошкасын дайындап алдым. Картошканы жақсылап ашып, жуып, осылай ортасынан бөліп, видеодағыдай турап шығамыз. Туралған картоптардың барлығын бір ыдысқа салып, үстіне енді дәмдеуіштерін себетін боламыз. Менде бұл жерде дәміне қарай тұз және қара қызыл перец септім. Одан кейін бір ас қасық пісе май мен бір ас қасық соевый соус қосамыз. Одан кейін жақсылап барлығын араластырамыз. Картопымыз дайын болды. Осылай маринадтаймыз. Енді келесі бізде фаршын дайындайтын боламыз. Алдымен пиязымызды ашып, осылай теркіден жақсылап өткізіп аламыз. Пияздың суын бөлек алып тастау керек болады. Одан кейін үстіне фарш, дәміне қарай тұз, перец қосып, жақсылап араластырамыз. Пияздың суын бөлек алып тастайтын болсаңыздар, фарштарың жақсы бірігіп тұрады. Одан кейін табамызға пергамент қойып, немесе қоймайда жасай берсеңіздер болады. Үстіне барлық картопты қойып шығамыз. Одан кейін фаршымызды алып, осылай видеодағыдай қатты ұрғылайтын боламыз. Сол кезде барлық фаршымыз жақсы бірігетін болады. Енді фаршты алып, осылай сопақша формаға келтіреміз. Одан кейін ағаш таяқшаны ортасына кіргізіп, формасын түзілейміз. Осындай сопақша пішінде болады. Енді картоптың үстіне қойып, қызып тұрған пеште пісіреміз. Осымен люля кебаб тағамы дайын болды. Осылай қызарып, толық піскенше ұстаймыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрі көп уақыттарыңызды алмайды, оңай жасалады. Егер осы видеомның сіздерге ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әлде көптеген рецепттер болады.